Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан. Бүгін алғаш дайындағаннан өте дәмді және биік бол формасын ұстап тұрар испанский чизкейк рецептімен бөлсем. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы чизкейк жоғарғы бетінің күйіп пісуімен, құрамымен ерекшеленеді. Десертті чаймен, кофемен ішсеңіздер өте керемет үйлеседі. Ал ендеше чизкейк дайындауды бастайық. Ең алдымен құрғақ ыдысқа творожный сыр және шекер салып, миксердің төменгі жылдамдығында араластырамыз. Араластырып алғаннан соң массамызға бір жұмыртқадан сала отырып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Сонан соң салқын сливкиді құйып, миксердің жылдамдығын жай көтере отырып араластырамыз. Сливкиміздің майлылығы 30%-тен жоғары болуы қажет. Сіздердегі 10-20% сливкилер, олар біздің чизкейктің формасын ұстамайды. Массамызды орташа қою болғанша араластырамыз және кукурузный крахмал салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Көп миксерлеуге болмайды, біздің массамыз сұйып кетеді. Дайын болған массамыз видеода көрсетілгендей болу қажет. Алдын ала формамызды дайындап аламыз. Мендегі форма 18 сантиметрлі және форма қабырғасына пергаментный қағаз қойдық. Себебі қазір массаңыз піскен уақытта қатты көтеріледі. Сол кезде масса сыртқа ағып кетпеуі қажет. Массаны барынша кішкентай формаға құйған дұрыс. Себебі 20-24 сантиметрден үлкен формаларға сіздің чизкейкіңіз көтерілмейді. Массамызды формаға құйып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 220 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Чизкейктің піскендігін жалпы бетінің күйіңкірегенінен өте қатты көтеріліп, жан-жағы беті жиырыла бастағаннан біле аласыздар. Дайын болған чизкейкті толық суығаннан кейін формадан босатамыз және өз қалауларыңызша жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Сіздерге бөліп көрсетейін, өте биік болып пісті және шоколадпен бірге дәмі өте керемет үйлеседі. Сіздерге де менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Аружан.